Баршаңызға сәлем достар. Сіз Райымбек Батырдың бір күнде 17 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткенін білген беріңіз. Батыр бабамыз қанша жасынан майдан шебіне ат ойнап кіре бастады. Ел үшін қандай игі істер атқарды. Осы және өзге де қызықты ақпараттар жайлы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Достар, біздің арнамыздағы видеоның көп бөлігін көрермендеріміз арнамызға жазылмастан қарайды екен. Егер сіз де осылардың қатарынан болсаңыз, арнамызға жазылып, қазақ тілді аудиторияны қолдауыңызды өтінеміз. Райымбек Батыр 1705 жылы қазіргі Алматы облысы Нарынқол ауданында Хангелді Батырдың немересі болып дүниеге келеді. Атасы Хангелді тек қана батыр емес, белгілі саясаткер де еді. Тіпті қазақ елшілерінің арасында болып, бірнеше рет Санкт-Петербургқа барып қайтқан, ел арасында сөзі өтімді жан болған. Райымбек 11 жасқа толғанда әке-шешесінен айырылып, толыққанды болмаса да, жетімдіктің ызғарын сезініп өседі. Осыдан кейін оны атасы өз-өзіңді қорғай білу керексің деп, әскери өнерге машықтандыра бастайды. Райымбектің батыр болып ержетуі үшін тек атасы ғана еңбек еткен жоқ. Ел арасында Райымбекті Қарасай Батыр тәрбиелеп өсірді дегенде әдемі аңыз бар. Қысқаша баяндар болсақ, бір күні қамыстар арасында жатқан Райымбек жорықтан келе жатқан Қарасай Батырды көріп, олардың назарын өзіне аудару үшін қамысты өртеп жіберген деседі. Кейін Қарасай бұл баланы сынамақ болып, жақын маңдағы мазарға отын жинап келуге жұмсайды, ал оның артынан екі нөкеріне ақ киім кигізіп, баланы қорқытуды бұйырады. Бір қызығы, Райымбек мазарда елес бейнесіндегі нөкерлерден қорқпақ түгілі, оларды қуалап, сендермен алысатын уақытым жоқ, Қарасай Батырға отын жинап ас пісіру керекпін деп, оларды ымырт кезі болса да жас Райымбек мазардан қуып шыққан екен. Осыдан кейін Қарасай Батыр оны өз қарамағына алып тәрбиелеп шыққан деген кесінді ел аузында аңызда бар. Екі батырдың туған жылдарын қарар болсақ, Райымбек Батыр Қарасай Батыр дүниеден озғаннан кейін дүниеге келген. Демек, бұл оқиғаны қиюы келіскен келісімді аңыз ретінде қабыл алуға әбден болады. Райымбек Батыр 15 жасында әскери өнердің қыр-сырын жетік меңгеріп, ат үстінде садақ ату, қылыш тасу, күрес сынды жарыс түрлерінен ешкімге дес бермейтін болды. Тіпті ат жарыстарға да қатысып, өз есімін ұран етіп, Райымбек деп шаба жөнелетін. Райымбек Батырдың ержеткен осынау шағы қазақ елінің жоңғарлармен соғысының ең ушыққан сәті еді. Жоңғария, қазіргі Моңғолияның батыс бөлігінде билік етіп, Қобда аймағын орталық етіп алған ойраттар еді. Олардың Жетісу жеріне қатты қызығып, атой салу себебі шөбі шүйгін, суы мол, әрі сауда жолдарын өзіне сыйдырып жатқандықтан, бұл жерді билеп төстеу олардың арманы болды. Тіпті Орбұлақ соғысы да осы Райымбек Батырдың туған жеріне жақын маңда болды. Соғысқа оның арғы тегі аталары да қатысқанына тарих куә. Небәрі 600-ге жуық сарбазбен өзінен қаншама есе көп жоңғарды қырып салуы ел тарихындағы елеулі ұлы жеңістердің бірі болып, біздің заманымызға дейін маңыздылығынан еш айырылған емес. Райымбек 17 жасқа толғанда өз ауылынан құралған әскери жасақтың басшысы болып, жоңғарларға қарсы ұрысқа шыға бастайды. Және оны батыр етіп, абыройын асқақтатқан сәтте осы кезең болды. Троя фильміндегі Гектор мен Ахиллестің жекпе-жегі әлем назарында ерекше бағаланып жатады. Ал Райымбек бабамыз небәрі 17 жасында Ағанасхан әскеріне қарсы соғыста бір күнде 17 рет жекпе-жек өткізіп, барлығында қарсыласының жанын алған. Бұл оқиғаны Сапдалы жырау Райымбек жайлы жырында да ашық жырлайды. Тек бұл ғана емес, ол басқа бір соғыста жоңғардың бәһадүр, біздерше айтсақ, ең мықты қолбасшысын жеңіп, қарсыластарының өзі жоғары бағалайтын Райымбекке айналған. Ол өмір жолында бір өзі ғана шайқас жүргізбеді. Әйгілі Аңырақай шайқасында Қабанбай, Бөгенбай батырлармен бірлесіп, 80 мың жоңғарға дәл сондай санда әскермен қарсы тұрды. Бұл шешуші соғыстың бірі еді.
Егер сол соғыста жеңіліс тапқанда, мүмкін қазіргі кең байтақ даламыз болмас еді. Бірақ батыр бабаларымыз дес бермей, осы кең байтақ даланы бізге сақтап қалды. Аңырақай соғысында Райымбек жасағы елден ерек соғыс тәсілін қолданды. Қабанбай батырлар күндіз ашық ұрыста болса, Райымбек түнде жау бекінісі ішіне кіріп, түн тыныштығымен олардың мазасын алып, демалуға мұрша таптырмайтын. Ақыр соңында жоңғарлар Жетісу жерін тастап, Алтай тауларына ығысуға мәжбүр болды. Райымбек ылғи да жеңіске жете бермейтін. Ол бір соғыста сәтсіздікке ұшырап, шегіну барысында қазіргі Нарынқол жерінде қоршауға түсіп, әскері сусыз қалады. Сонда Райымбек найзасын жерге қатты шаншып, суырып алған уақытта сол жерден бұлақ пайда болып, суаға бастайды. Соның арқасында әскері күш жинап, қоршауды бұзып, аман қалған. Осы сәттен бастап, ол тек батыр ғана емес, әулие деп те атала бастайды. Қазіргі таңда Нарынқолда осы бұлақтың көзі әлі де бар. Бұл да ата-бабамыздың тақуа, құдайшыл болуының бір артықшылығы болар бәлкім. Райымбек батыр Қытаймен шекараны бекіту кезінде де асқан өжеттік танытып, дипломатиялық істерді де жоғары деңгейде атқаратын. Ол халықты көшпенділіктен отырықшылыққа бет бұруға шақырып, егін ектіріп, жер жыртқызатын. Батыр тұлғамыз өлер алдын ұрпақтарына мен өлгөсін денемді ақ түйеге артып, батысқа, Нарынқол жаққа басын бос жіберіңдер, қай жерге барып шөксе, сонда мені жерлеңдер деген екен. Ал түйе қазіргі Алматы қаласы Райымбек батыр көшесі бойында шөгіп, денесі сол жерге қойылған. Бірақ бұл моланы кеңес үкіметі кезінде бұзбаққа да ниет еткен сәттер болған. Қариялар қанша айтқанымен сөзге ұқпаған олар мола мен кесенені қиратуға бульдозермен жақындаған тұста бульдозер өшіп қалады. Қайтадан тамызған уақытта техника тек артқа ғана жүріп тұрғанын байқайды. Кесенені қиратуға бір тылсымның қарсы тұрғанын сезгеннен кейін олар қирату туралы ойларынан бас тартқан. Райымбек батырдың батырлығы бір төбе әулие болған үшін де бұл жерге зиярат етіп келушілер баршылық. Батырдың қайтыс болған жылы кесенеде 1785 деп көрсетілгенімен тарихшылар бұл жылға келіспейді. Кейбірі 1780 десе, басқасы тағы басқа уақытта айтады. Сөз соңында абайша айтар болсақ, өлді деуге болама айтыңдаршы, өлмейтіндей артында із қалдырған. Сіз үшін оттаймыз.